Алла Тағала Құран-ы Кәрімде бір жерінде айтады: "Уа халайық, жер бетін аралаңдар, жүріңдер, көріңдер." Нені көріңдер дейді? Алланың бар екендігін, бір екендігін, оның құдіретін сезіңдер дейді. Тауға қара, тасқа қарамайсың ба? Аспанға көзіңді қанша салсаң да айып көрдің ба деген аяттар бар ғой. Мұның барлығы нені білдіреді деп айтады? Соның барлығын айтқанда не деп айтады Алла Тағала? Бұның барлығы Алланың бар бір құдіретті екендігін білдіретін аяттар дейді, белгілер дейді. Аят деген сөздің мағынасы белгі. Бұның барлығы белгілер. Сол үшін аралап көрмейсіңдер ме? Соның бәрі сені тура жолға салады. Көкірегің ояу болса, ойлау қабілетің әлі бар болса, сен Алланы бар жерде көресің.